Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз әжік. Орам жапырақ тұқымдасына жататын бір немесе көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Өсетін орындары Қазақстанда 23 түрі бар. Олар балқаш, алакөл ойысы, алтай, жоңғар, күнгей, теріскей, іле алатаулары, кетпен, шу іле тауларының биік белдеулеріндегі тасты, тастақты жерлерде өседі. Ең көп тараған түрі сопақ жемісті әжік. Оның биіктігі 6-40 см. Сабағы бұтақты келеді. Тамыр жапырақтары шоғырлана өседі. Ақ түсті гүлдері шашықты гүл шоғырына топталған. Маусым-тамыз айларында гүлдейді. Қазақстанда өсетін әжіктің 2 түрі емдемек болып саналады. Оларға жоңғар алатауында өсетін қисық әжік және іле алатауының мұздықтарына жақын жерлерде өсетін ұзақ жемісті әжік жатады. Әжіктің көптеген түрі сәндік өсімдіктер. Бүкіл шөбі дәрі болады, оны күзде жинап кептіріп алады. Әжіктің ем болатын аурулары: дененің құрыстанғанын жазатын және қан тамырларын кеңейтуге ем болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.